Асеке, Құранда Алла тағала айтады да, бисмиллахир-рахманир-рахим, жаңағы мағынасы. Дұғаларың болмаса, қандай қадір қасиеттерің бар дейді. Осыны қалай түсіндің ол? Біреулер мысалға дұғалар деп тек қана жолда кетіп барады, бір қиналып қалсаң, соны ғана өтейін болды деп қарайды да. Бірақ Алла тағаланың айтып жатқаны мүлдем басқаша емес пе деймін да. Дұғаны енді Жалпы дұға деген не өзі? жалпы дұғаның төресі намаз ғой. Мгм. Бұл шариғаттық тілінде құлшылықтың төресі жаратқанмен байланысқа шығып, жан дүниесімен ебіл-дебіл былай айтқанда ықыласыменен бағытталып, бағышталатын, бар тілегіңді айтып қалатын, осы бір аз ғана сәттің ішінде жеткізетін соның мағынасын ғұламалар бір ауыздан ассалату дұға деген. Аз ғана деп өте қатты айтамыз. А? Өте қатты әсер етті деймін да. Аз ғана деген. Иә, сол сәтте сен үлгеріп қалуың керек. Осы кезде іліп кетсе кеттің болды. Аз ғана деп, мына өмірдің өзі де аз ғана ғой негізі. Өмірдің өзі де аз ғана. Сәт қой. Дүние өмір сәттерден тұрады. Қас қағым сәт дейді, ойпырмай. Қас қағымның сәтін қалай белгілеуге болады? Қазіргі енді уақыттың мөлшерімен айтатын болсақ, бір секунд қой енді. Секунд қой. Тура сол секілді. Алла субханаху ва тағала сенің көңіліңді, ниетіңді алады да, тазасын, пәгін алады. Сондықтан сол кездегі жасалынып қалған нәрсе болды. Ол кәппаратта бола алады. Күнәларың кешіріліп, Алланың мейіріміне шексіз бөленуге де себепкер бола алады. Дүние ақыретің бейне бір таразысының бір сәтте осында бір жағына қарай ауып кетуіне, тағдырыңның түзелуіне де, жалпы көзқарасың барлығына оң жағынан келуіне себепкер болады. Ал онан кейінгі халықтың арасындағы дуа бар, онан кейін өзіңіз білесіз, дұға бар. Дуа дегеннен айтады. Дуа деген не ол? Дуа дегенді, мысалы енді халық көп түсінік бар, дуаланыпты. Яғни Сиқырланып қапты. тілек қой енді. Бұның екеуінде мағынасы түбі біреу. Тілек. Жақсы тілек бар, жаман тілек бар. Жақсы тілек бар, жаман тілек бар. Адам жақсылыққа ниет қылса болады. Мысалы, таным мен сенім бейне бір адамның қосқаны іспетті да. Соның ішінде сенімге байланысты мынадай бір мысал бар да. Ол болған Мәшһүр Жүсіп бабамыздың әйгілі алдына бір көтермей жүрген әйел келеді. Енді ұлы адам осындай жағдайын айтқаннан кейін бір тұмар жазып беріңізші, бір мүмкін септігі тиіп қалар деп. Тұмарды жазып береді. Көп ұзамастан Алланың қалауы ғой енді. Екі ұл табады. Аллаху акбар. Сөйтіп өмірінің соңына дейін әлгі тұмарды көздің қарашығындай сақтап жүреді да, уақыт сәті келгенде қартайғанда дүние салардан алдын балаларға өсиет қылады. Мынаны Мәшһүр Жүсіп жазып беріп еді. Сендер де тура солай сақтаңдар, айналайын. Осы тұмарда бір себеп болған шығар деп. Соң кейін уақыт өтеді, анасы қайтады. Балалар бір күні бұның ішінде не бар екен деп әлгі тұмарды осылай ашады ғой. Ашып ішінде оқып қараса, уа Алла, мені Мәшһүр Жүсіп етіп жаратқаның рас болса, осы әйелге бала бер деп жазған ғой. Көрдіңіз ба? Міне сенімнің. Бәрі ойлап көруі мүмкін. Арабтың әріпіменен жазылып тұр. Уа Алла Тағала, құдіретің күшті, мені Мәшһүр Жүсіп қылып жаратқаның рас болса, осы әйелге бала бер дейді ғой. Тілек қой. Тілектің маңыздысы оның алғы шарты алдында, соңында бәлен түгеннің болуы емес. Шын ықыласпен жасалынды. Алла періште аумен деді, Алла қабыл етті. Сөйтіп міне перзенті болған екен. Тырнаққа зары болып жүрген ана перзенті болғаны үшін әлгі Мәшһүрдің тұмарын басына жастанып, кәдімгі қастерлеп ұрпағына қалтырған ғой. Көрдіңіз ба? А Мәшһүрдің жасқаны шарт, ая Алла, сен қабыл етушісің бол. Қас қағым сәтте сен қабыл етесің. Міне сол дуалардың барлығы жинақталып келеді, үлкен таудай күш болады. Мәшһүр Жүсіп жаңа бір табір әйелді, бір байдың әйелін емдейтін бар ғой. Есіңізде ме? Байдың әйелі ауырып, былай қылдап, былай емделмейді, соны Мәшһүрге алып келеді, Мәшһүр Жүсіпке. Емдей аласыз ба дейді. Енді Алланың қалауымен емдейміз дейді. Сонда келіп 3 күн жатып үйінің қасында. Күйеуімен бірге әйелін емдеген екен да. Бірақ Мәшһүр айтыпты. Анау мыңғырған жылқылардың ішінде ең жақсысын бересің деп.
ішінде өзіңіз енді жылқы саңыз ғой. Иә. Қандай жылқы ол жаңа? Ең ішінде. Ішінен енді жақсысын, мықтысын, жүйрігін, Жүйрігін. бітімі бөлек. Бітімі бөлек. Иә, соны таңдап алады да. Соны көрсетеді де мынау неңді білесің дейді. Жүйрігіңді білесің дейді. Мәні. Соны үш күннен кейін әйелі тұрады, ана есін жиады. Сонда алып кел дейді. Атаған малыңды алып кел дейді. Нәзіріңді. Нәзірін. Нәзір. Ишан келді деп мақтанба, нәзір бар артында деп. Ешан келді деп қуанба, нәзірі бар дейді. Ешан кім? Ешан ұстаз. Ол ұлағатты адам, ол ғалым, ол иманды, ол бір әулиеліктің алғашқы қадамын бастаған, ғұмырын, саналы ғұмырын бағыштаған, арнаған адам. Сондықтан ешан келді деп қуанба, нәзірі бар дейді. Әжеміз марқұмның бала кезімізде айтып отыратын бір сөзі бар еді. Балаларға түкіретін. Кішкене сәбилерге сонда көзіккен, тіл болады. Сонда жақсы болып кетеді Құдайдың құдіреті, Алланың қалауы. Сонымен енді апа мені қолыңыз құр болмасын, бір жолын жасайын, бір нәзір ғой дейді ғой. Сонда шырағым мейлі, пиязда нәзір ғой дейді енді. Бұл кешегі 30-шы жылдар ғой. Әйтеуір бір тамақтың, азықтың сондай бір не кезінде қиналып жүргенде пиязда нәзір дейді. Болмаса бұл енді тамақтың ең ащысы ғой енді. Мен пияз сол ырым екен да. Сол секілді сол. Міне нәзірдің орны жөні бөлек. Өйткені дұғагөй болған адамдардың тілегі қабыл болған. Тілегі қабыл ғой. Жаңа мәшһүр құлшылығы қабыл болған адам. Айтқаным сонда анау бай сонда да жылқысын жүйрігін ұстатып тұрып мәшһүр Жүсіпке. Сұрайды тағы да. Ертең ауырып қалмай ма деп сұрайды. Ой шіркін. Алла біледі ғой дейді, ауырмайды дейді. Сонда сол дейді, ана бай айтады кейін қартайған шағында әлі жоқ, кемпір ауырған жоқ. Анамда белде бір тізесі ауырған болмаса, кәріліктен болмаса, сол бой тұмау болған жоқ өмір бақи дейді ғой. Сонда сол шынайы кісілердің дұғасы да. Сонда ана жылқыны алып келген кедейдің баласы жаңағында жылқыны жалдамалы жүрген ғой. Ай сен қанша береді саған десе, жаңағы осылай бір мал қой береді, біресе береді дейді. Сен бір жетіскен, қай бір жетіскен дейсің деп. Мына байдың жүрегін ал деп кедейге тастап кетті дейді. Ол да бір дұғаның несі ғой сонда. Сонан бар да елдің ішінде. 40-тың бірі қызыр, 1000-ның бірі уәли дейді. Мына қара шаңырақта да мына өзіңіздің еңбегіңіз. Мен қазір осы тапжылмай басыма жастанып оқып жатырмын десем болады. Бір жағдай бар. Ғалым бір қариядан келіп сұрайды. Сонда қарияның әңгімесінің бағыты не бір әулиелер өткен өзі. Өте көңілі пәк, шынайы, ғибадаты, намазы, құлшылығы, тіршілігі барлығы тұтастай Алланың ризалығына арналған. Сөйтіп өмірін бағыштаған солар туралы айтылған кезде жаңағы енді қазір заманауи ғалым болу керек сұрақ қойып отқан. Ойбай атау сіздің айтып атқан мынау ғалымдарыңыз, әулиелеріңіз бүгінгі заманда бар ма дейді ғой. Ай қазір жоқ шығар ондай деп. Ай неге жоқ болсын дейді. Неге жоқ болсын? Әулиенің өзі кім? Дос. Әулие кімнің досы? Алланың досы. Тура. Енді шайтанда дос болады да Алланың досы болмайды дейсің ба? Көрдіңіз ба? Аллаға дос болып өмірін бағыштаған әулиелер сен көре алмауың мүмкін көзіңмен. Бірақ 40-тың бірінде қызыр болады, 1000-ның бірі уәли болады дейді. Уәли дегеніміз әулие ғой. Не бір тілеуі қабыл болған адамдар тұрады. Бір дұғагөй адамның тілеуі қорлығымен бір ауыл, қауым, рулар сол кісімен барып баталады. Баталады. Міне сол алақанды жайып, шын тілекпен жасалған бата Раббым деген тілек кері қайтарылмайды. О хадис бар. Ол дініміздің негізгі ұстанымында. Сондықтан міне сол бір бата, ақ бата алу. Ақ көңілден шығып тұр. Барлық нәрсе мына тұтастай, мына көңілдің де орны, жанның да орны, жүректің де орны мына көкірек қой. Осы жерден айтамыз. Алла субханаху ва тағала қасиетті Құран-ы Кәрімнің өзінде айтып жатыр ғой. Афала я'ламу иза бу'сира ма фил қубур ва хуссила ма фис судур. Алла Тағала сендерді қабірлерінен қайттан тұрғызып тірілтетін кезде білмейсіңдер ма? Және сендердің көкірегіңе не түйіп қойдың, не тығып қойдың, сол кезде бәрі ашылады. Осы жерде тұр. Сонан жаңағы көкірек көз, мына көзден бөлек көкірек көз ояу дейді. Көкірегі ашық, көз ашық, көкірек ояу дейді. Осы көкіректің ішінде осы жерде
тазалықты, пәктікті, тазалықты осы жерден қалайды. Шын жүректен ықылас деген барлығының орнында осы. Осы жерден. Сонан жасалынған әрбір нәрсе садақа. Сол көкіректен, шынайы көңілден бар ықыласымен жасаған нәрсені Алла Тағала қабыл етеді. Сондықтан дұға жақсылыққа жасаса еселенеді, періште аумин дейді, Алла берекесін береді. Ол кетті мәңгілікке, мыңжылдыққа. Ал енді пендешілік, біреуге зұлым тиіп, егер содан бір қиын көріп жатқан болса, оныкі де қабыл болады. Мұсафирдің дұғасы қабыл, мазлумның дұғасы қабыл, әкенің баласының дұғасы қабыл. Хадис. Көрдіңіз ба? Ол жерде мағынасы, мазмұн үшеуінде дұға жатыр. Нала болса нала кетті, қабыл дұға дарып кетті болды. Ал енді риза болса, иншалла риза кетті. Ол нала демекші, наланың өзі де қабыл бүкіде дегенде сәкеді. Ілгеріде бір ғалымды білемін да, бала кезіме дейді, үлкен ғұлама кісі болған, қазір есімде жоқ. Сонда 5-6 жасар баламын дейді сол уақытта. Бір торғайды ұстап алдым дейді. Сол торғайдың аяғынан жіп байлап қойып, ұзын жіп байлап қойдым. Сонда торғайды қоя жіберемін, ұшып кетеді. Соны ұшып біраз жерге тартып аламын дейді. Торғай құлап соған мәз боламын дейді. Сонда анам жарықтық, қазан ошақтың басында жүр. Сүт пісіріп жатыр ма, қармыш қырып жатыр ма, сонда. Сонда қарап маңғар, ей балам, қой өйтіп. Торғайға да оның да кеудесінде жан бар. Сенің аяғыңды біреу байлап қойса қалай қарайсың? Жібер дегенде мен өз басым көне қоймадым дейді. Сол ең соңында бір айтты, екі айтты, үш айтты, ең соңында тағы бір рет, соңғы рет, бір 10 рет па, тағы бір рет ұшырып күлем деп, соңғы рет болсын деп торғай ұшып кетті дейді. Сонда тартып қоям, аяғы бірге жұлып кетті дейді. Сонда бір аяқпен ұшып кетті дейді. Шырылдап ұшып кетті дейді. Сонда соның дауысын естіген анам маған қарап, аяғың жолың құр, сенің де аяғың жолынсың деп айтты дейді. Мен мән берген жоқпын дейді. Содан тура 40 жылдан кейін дәл сол аяғымнан айырылдым дейді. Өзім ғұламамын, елге танымалмын, тақуам, басқамын дейді. Бірақ дәл сол анамның айтқан аяғынан айырылдым дейді. Ары қарай сол 40 жылдан кейін қазір осындай жағдайға келдім дейді. Аумин деді, қабыл болып кетті. Сонда ананың балаға деген дұғасы, ананың балаға деген дұғасы деген ол оңайша налымайды өз перзентіне. Ал бір көңілі қалатын болса, ол болмайды. Сонан айтады ғой, әсіресе әкенің қарғысы оқ дейді. Ол оқтай болып, ол көп баласынан ешқашан жаманшылық болмайды. Соның үшін пайғамбарымыздың өзі хадисінде айтып тұрғандай, үшеу мұсафір, мазлум, зұлымдық көрген, теперіш көрген әбден өмірінде. Атаның, әкенің өте сақ болу керек. Ол ризашылығын алып қалу керек көздің тірісінде, мүмкіндігін барында. Сол өте маңызды. Содан кейін мынау сол қарғыс алма, алғыс ал дейді ғой. Бұл бір қарама-қайшы ғой енді. Қараңызшы, алғыс енді керемет алтын ғой. Ал енді қарғыс аты жаман құрысын. Онан кейінгі ар жағы болды. Дүние ақыреттің бәрі жабық. Аллаға да адамға да ұнамды іс алдында шықпайды. Соның үшін халықта бір сөз бар. Алтын алма, дұға ал, дұға алтын емес па дейді. Енді алтын осы өмірдегі қарым-қатынасымыздағы дүниелер ғой енді, о да керек нәрсе. Ал енді дұға алатын болса, алтыннан артық екендігін айтады. Бір күні сәті түсіп, осы мынау бір Наманганның ұстасы екен, жақсы өз сөзге де құмар екен, бірақ жұмысты да жақсы жасайды. Естіген болу керек енді. Бір күнге бір жұмысқа жалдап алғам, сонда жұмыс істеп болғаннан кейін әңгіме қылдық ортасында. Сөйтіп енді ақырында кешкі ақысын еғанда, бір дұға қылып қойыңыз дейді. Мен айттым, ата-бабаларымыз айтқан, алтын алма, дұға ал, дұға алтын емес па деген. Сен дұға ал, алтын ал деймін да енді. Алтының ақша да. Сөйтсем, екеуі де керек дейді. Ақшасын берсем, дұғасын қоя салайын десем, жоқ, екеуі де керек дейді. Дұға өмірімді ұзартады дейді. Ақша қазірге керек, алтын қазір керек дейді. Сол сияқты бүгінгі өмірдің біздің өлшеміміздің, қарым-қатынасымыздың сол қаржылай жағдай болса да, бір алтын дұға адам өмірін ұзартады. Баталы ол арымас, батасыз ол жарымас. Өйткені бір жүзге келген бір кісіні барып
қызмет қылдым. Тым ауырып қалған екен бір. Содан ең сол жақсы болды енді. Соны не берейін деп айтты маған. Өзім пенсияны берейін ба? Жоқ. Мен айттым, сіздің пенсияңыз басқа керек емес, әже. Сіздің ең қымбат таусылмайтын, сарқылмайтын маған беретін нәрсеңіз бар. Ол ана бір дорба сияқты болады жаңағыдай. Ішінде әмиян болады, таусылмайтын. Сол сияқты нәрсені беріңіз. Ол не нәрсе деді? Ол сіздің батаңыз дедім. Алтыныңыз таусылар дедім, бірақ батаңыз таусылмайды дедім да. Сіздің оның пенсияңыз берсеңіз, маған не болады ол? Сөйтіп оның ақ батасын алдым да. Сонда батаменен ел көгерер деген осы ғой деймін да сонда. Батаменен ел көгерер. Бата бақыттың бастауы. Үлкен кісіге бата бүкіл бақыттың, бүкіл жақсылықтың бастауы. Сонда үлкен кісіге қызмет еткенде одан біресе талап өтпеу керек екен да. Дүниелік біресе негізінде талап өтпеу керек екен да. Батасын алып қалайық дейді. Батасын алып қалайық дейді ғой. Сол батаменен ел көгерердің түбінде не жатыр сонда? Жауыменен жер көгер дейді мысалға. Батаменен ел көгерер, бата бір код сияқты ғой. Код болғанда бұл біріншіден несібені арттырады, өмірін ұзартады. Адамның өзі бір алдында көрініп тұрған бір мақсаттар, армандар болады ғой. Енді тілеуқорлық деген адам ұзартады. Жолың болсын, жолаушы. Бата. Ай, жолың болсын деді, жақсы. Кетті. Рахмет айтты. Алла, мына періштелерің куә, мына пендеңе рахмет. Алла рахмет қойғаннан кейін күнәсін кешіреді, жолын ашады. Жол ашылды деген. Алғыс қой енді. Тура сол секілді, сол қысқа баталар. Ал енді алақанын жайып тұрып, осы ебіл-дебіл ықыласыменен бар жағы шынайы көңіліменен берілген батаның айтар жоқ қой. Қарияның батасы, қарап отырсаңыз біздің қазынамыз ғой. Жалпы қазақ халқының, дала халқының өзі қазынасында тұнып тұрған сөзіміздің бәрі бата. Бата. Міне сол батаны алмастан ештеме бастамайды. Енді бүгінгі заманда мынау жастарды қарап отырсақ, бұлар сол үлкен кісілерден бата алса да бұрынғыдай бір бата алмайтын сияқты да. Yani бата алмайтын сияқты, бата алмайды. Бата алмай тұрады да. Баталып жатса да баталуға бата алмай жатыр. Баталуға бата алмай тұрады да. Оның бұл сыры неде? Бұлар өз-өзіне сеніп кеткендік па? Бұл не нәрсе сонда бұлар? Бұл тек қана сол дұға деп, сонымен ғана шектеліп қойды, жаңа дұға жасауымыз керек деген сөзбен ғана шектеледі. Үлкен бір кісілердің бар баталу, ақсақал бар екен, содан баталу дегенде, ол кішкене бүгінгі таңда ұмытып кеткен секілді. Мысалы, жолым болмайды деп психологқа бар, батасын алады. Бірақ үйінде ата-анасы бар, одан бата алмайды. Әжесі бар, атасы бар, жүзге келген, бірақ одан бата алмайды. Бірақ психологтан барып, болмаса инфобизнесменнен барып, бата алуға тырысып, оған қыруар қаржы 1 миллион, 10 миллионға дейін ақша береді. Өткенде бір 10 миллион берді мысалы. Сонда бұның түбінде не бар өзі, не жатыр өзі? Қолда бардың қадірін түсінбегендік қараңғылық жатыр деп ойлаймын. Көрсе қызарлық ермелік бар. Әй, сен үйіңде тұр, алтының қазынан құбылаң былай айтқанда. Олар риза, Алла риза. Атаңның батасын ал, анаңның батасын ал, онан үлкендердің батасын ал. Жолың ашылады. Ол нәрсе біздің анау ықылым заманнан келе жатқан бабаларымыздан дәстүріміз, ғұрпымыз, салтымыз. Ол пайғамбар сүннетіне негізделген. Пайғамбарымыз алейхиссалам өзігінше Алланың елшісі Расулулла болып тұрса да, сол Құрайыштың үлкендерінің бәрін сый құрмет жасады. О, Хашим әулеті, сендердің баршаларың. Хашим әулетінен мен пайғамбар болып келдім, сендер бұтқа табынып атсыңдар, мен сендерден бас тарттым, ағайындықтан алыстап кеттім деп үзілді кесілді үзіп жіберген жоқ. Жасады ата-анасын. Абу Бәкір Сыддық пен Мединадан қайттан Мәкка фатих болып келген кезінде де Қағбаға кетіп баратырмын қасыңда. Онан артық бақыт бар ма дегенде, сен Қағбадан тұра тұр, әуелі әкеңе кіріп шықтың ба? Әкеме не қылам кіріп шыққанда? Ол мұсылман емес, исламда емес. Онан гөрі дүние ақыреттің бақыты сенің қасында, Алланың елшісінің қасында жүріп Қағбаға жеткенім осы биік емес пе деп жоқ деді, осы жерін тоқтатты. Бар әкең дінсіз болса да, басқа дінде болса да, сенімде болмаса да, әкең барып қолын ал. Қолын алу, сол ризалығын алу, батасын ал деп тұр. Міне сүннет, пайғамбардың сүннет. Содан келе жатқан халқымыздың керемет қастерлі дәстүрлері. Сол бүгінде ұмытылған, мысалға, бүгінде умраға барғыш ел жұртта, қажылыққа барғышта. Бірақ біздің бабалар, ата бабаларымыз пайғамбарға баратын кезде
жаңағы зияратқа қылып баратын кезде ол әуелі өзінің сол ата бабаларынан еліндегі әулиелерінен бір бата алмай өзінің үйіндегі әке шешесінен әжесінен атасынан бата алмай кетпейді екен да. Әуелі ас беріп ата бабаларына құран оқытып үлкен әулие кісілер болса жаңағы әке шешесі өмірден өткен болса соның бар қабіріне барып солардың бейне бір батасын алып барып қана рухани байланыспен ғана барып бейне бір солардың рұқсатын алғандай тірі көз болса жаңағы атасы әжесі солардың батасын алып елдегі үлкен ақсақал болса солардың батасын алып қана барып пайғамбарға барады екен да. Қараңызшы, бұл батаның ішінде көңілде еш күмән жоқ, осы істеп атқан ісіңді құптарлық нәрсе тұрды. Сонда енді жолың болады, жаңағы қадамыңда нық болады. Құнанбайдың қажылық сапарға аттанар алдында Олжанға, жолдасы ғой өмірлік, айтқаны ғой, бәйбіше, үйде серігім ғана емес, өмірлік серігім болдың. Ұзақ кешкен тірлікте қай белдің астында жүрсем де артымда тұрған бір бел болдың. Өзіме тағдыр бақ берген жанмын деушім, айтыспасақ та танытып отыратын қабақ пен жүрек бар. Өмірінде сол әйелінің ризашылығын алып береді. Әрқайсысынан Құнанбай баталды. Соның ішінде барып салихалы әйел ғой, Олжан анамызды. Сөйтіп тұрып, мырза деп сөйлеп тұр тағы. Мырза деп өзінің күйеуінің атын атай саламыз ғой біз, айтады. Ой, ол бір жасақ қой арамыз, 2 жасақ қой, 5 жасақ қой дейді да, үйреніп қалған секілді. Жоқ. Сол жерде жаңағы ризашылығын алудың ережесінде міндетті түрде Құнанбай Олжанның да бұл айтқанда ризашылығын алып бара жатыр да. Елдің бәрін жинады, қарыздарың бар ма, мойнымда қандай нәрсе қалып кетсе, ұзақ сапар, егер аман есен жетіп жатсам не болар, егер де сөзім өтіп кеткен болса, ризалықтарыңды алайын деді. Міне сол ризалықтың барлығында риза болған кезде бата берілді. Ол біздің халқымыздың ғұрпы, салты, дәстүрінің ең қастерлі нәрсе. Сол мынау біздің түркиялық алғашқы ислам институтында ұстаз болып Шыңғыс Қажы Зұха Батыр деген ағамыз бар. Қандасымыз, керемет бұл кісінің бір ұнайтыны. Аға не айтасыз десең, әлі жүр ол. Мен бір жақсы бата беремін дейді. Аға бізде батаның қадірін онша біле бермейді. Екінің бірі бата береді десек, жоқ дейді. Мен ана батаны бергенде баратыла қыласыменен ебіл-дебіл болып сондай берем дейді да сөйтіп. Сондай өзі үлкен кісі, білесіз, Шыңғыс Қажы өте тақуа адам. Сондықтан жаңағы 40-тың қызырынан, 1000-ның уәлиінен біреуінің болмаса біреуінің тілеуі қабыл болады. Үлкен кісінің баталары демексіз. Мысалға мына бір кофе үстінде бір әңгіме айтып берсем енді болды. Уақытыңыз бар шығар деймін де. Уақыт бар. Ілгерде бір елде бір бұзық жігіт болыпты дейді. Өте бұзық екен енді. Жаңағындай күнә да жасайды, басқа қылады, ауылы елге күн көрсетпейді. Өзі бала шағасы бар екен, жаңадан үйленген. Ауылға күн бермеген. Соның ауылдың жаңағы молдасына шейін бәрі жиналып келіп, ақсақалдарына шейін бәрі келіп, көшіп кетті деп айтқан екен де. Ел біздің ауылдан көшіп кетті. Ақыры біздің айтқанымызды көнбейсін деп. Ауылымыздың атына да зияны тиіп жатыр. Затына да зияны тиді депті. Күнә жасай береді екен де, жаңағы сондай үлкен күнә жасап, басқа қылып, анау қылып. Қазақша айтқанда адамның жаманы дейді ғой былай айтқанда. Шөптің жаманы, адам құстың жаманы деген сияқты бұл да адамның жаманы атанған екен. Содан бір күні аяқ астынан қайтыс болып кетті. Арақ ішіп жүріп, жаңағыдай бір жерде өліп қалатындар, сол сияқты өліп қалып, әйел үйіне келіп, сүйреп әкеп, жаназасын шығарайын дейтейін десе, ауылдың молдалары дұрыс қарамапты бәрі. Бұны деп. Кеше көз тірісінде қылықтарын бәрін біледі ғой. Көз алдында жүрді. Біздің қарғысқа ұшырады бұл депті. Біздің ала қарғыс ұшырады. Енді бұны көмейміз бесе, жоқ біздің ауылға көмейміз бұны. Бұны алып басқа жаға көм депті. Соя көмеміз деп. Сонымен әйелі ерте бұл әкеткенше бүйтіп, ақыры бұлар көнбей деген, басқа қылмай деген, өзіміздің ауылдың мазаратына қоймай деген деп, онда өзім қарамды батырайын деп түнде арбаға салып
қайсы болған күйеуін кетіп қалыпты. Мгм. Сонымен айдалада кетіп бара жатса, ұзақта бір қойшының үйі қараңдапты дейді. Сон барса, бір қария кісі, 80-90-дағы бір қария кісі малын жайып жүр екен. Айдалада солай өзі отырады екен. Ай, келдің бе қарағым деп, жаңағыдай не болды деп, қарап үйіне кіріп, шай беріп басқа көріп. Сұраса, осылай ауыл, мен мынау күйеуім жаман адам еді, адамың жаманы болды. Мұсылман болып өлді әйтеуір, бірақ енді оның жаназасы шығарайық десе, ауылдың молдасына шейін бәрі қарсы болып отыр. Адамның жаманы болды. Содан енді өзім жерлеймін деп алып, папасағын жоқ кетіп бара жатырмын, сізді көріп қалдым депті. Соның қария жаңағы жаназаны жуып, сүйегіне түсіп, арулап, жерлепті. Сөйтіп келіні оған алғыс айтып, рахмет айтып, сөйтіп елге қайтыпты. Сонымен таң ата егілге келсе, егілге үйіне келіп жатса, таң ата есіктің алдында елдің бәрі, молдасына шейін, ақсақалына шейін барлығы еңкейген, жаңағы шалдан еңбектеген баладан дейін бәрі жаңағы әйелдің үйінің есік алдында тұр дейді. Сонымен әйел шығып сасып, ей, мен енді деп айтайын десе, жаңағы күйеуімді алып барып, жаназасына барып жерлеп келдім десе, жоқ, оны біз кешірім сұраймыз әуел депті. Бұл күнәһар болса да мұсылман еді, дұрыс демедік депті да. Бірақ не жағдай болды десе, бұл да аңтарылып, барлығы кішірейіп қалған, не болды десе, сөйтсе бәрі сол күні түс көрген екен, бірдей түс көріп дейді. Жаңағы адамның жаманы деген күйеуі түсінде жұмақта етегін сол желбіретіп, сүйретіп, жұмақта жүрген дейді. Аппақ көйлегімен, аппақ қом нұр болып жұмақта жүрген дейді. Ол адам жаман еді ғой. Ол соншама күнә жасаған еді ғой. Арақ ішетін еді, басқа қылатын еді. Қой десек қоймап еді. Ол қалай жұмақта жүр? Ол біреу болса мейлі, ауылдың молдасынан бастап, анау ақсақалына шейін, кемпіріне шейін бәрі бір түсті көрген да жаңа. Барлығы да бір түсті көрген. Сонымен енді анау білмеген ғой енді ол, ондай деп. Сонымен айтқан, осындай бардың бір қария кісі бар екен, қойшы кісі. Сол жерлеп, сол өз жаназасын шығарып, дұға жасаған білмеймін депті. Әйел. Барлығы бүкіл бәрі атқа мініп, арбаға мініп, қойшыға барады ғой. Қойшы барса, мал жайып жүрген қария кісі. Не болды дейді, осылай кеп қалдық деп бәрін түсіндіріп айтады. Соны не дұға жасадыңыз дейді ғой, дұға әңгімен бар, батада болып тұр ғой. Не дұға жасадыңыз, қандай бата қалдыңыз деп. Енді ауылдың ақсақалы, ол өзі айдалада тұрған қария, енді өзі сендер жаназа шығарманың, өзім жаназаны шығарып жерлеп, дұға жасап, бата қылып, сөйтіп не қылдым ғой деген. Ясин сүресін оқыдым басқа. Қандай дұға қылдыңыз деген ғой. Сонда жаңағы қария айтқан екен де, енді мен білмеймін енді қандай болғанда. Ауылдың өзім айдалада қария не дұға жасайды деп, жаңағы дұғасын қайталаған екен. Сонда жерлеп тұрып, қабірдің басында Ясин сүресін оқып тұрып, әлгі қария былай деп бата қалған екен да. Ей, Алла тағалам депті. Мен ғой осы айдалада өзім жалғыз өзім кемпірім бар жаңағыдай. Мәшһүрдің батасындай болып тұр. Мәшһүрдің, жүздің батасындай. Өмір сүріп жатырмын. Қыста биыл, қыста қатты қар жауады, жаңағы күн суық болады, жазда күн ыстық болады. Сонда ылғи осы елден адасып бара жатқан мынау жолаушылар ылғида маған барып бұра жібересің депті да. Ылғида. Мен сені Құдай қонақ деп, мынау қыста адасып жүргендерді келіп, үйге келіп қонақ қыламын. Тамағын берем, малымды шалам, шоям. Жазда мынау су таппай адасып жүргендер бар. Жолын адасып кеткендер. Оларды да сен маған жібересің. Ай, Құдай қонақ қой деп, мен оларға да үйге келіп суымды берем, қымызымды берем жаңа. Енді депті да. Сен осы қойшы маған осыншама өзің қонақтарыңды маған жібердің ғой депті да. Құдай қонақ қарсы алып. Енді мен саған бір қонақ жіберейінші депті. Мына қонақты жіберіп жатыр. Бұны күнәһар дейді, анау дейді, мынау дейді, ауылы жаназасы шығармай шығарып жіберіпті оны. Мүрдесін шығарып жіберіпті. Ей Құдай тағала, сенің қонақтардың ешбірін мен жәбірлетпедім осы күнге дейді. Барлығын Құдай қонақ қой деп, Құдадай күтіп шығарып салды. Енді мен саған бірақ қонақ жіберіп тұрмын депті да. Сен маған жіберіп, мен де біреуін жіберейін де.
ендеше сен де, мен қалай күтіп алдым, сен де осыны бұны күтіп алсайшы депті да. Жарықтық. Күнәларын кешір деп. Күнәсіне қарама деп, менің қонағым депті. Машалла. Керемет. Өзі күнәһар пенде, екінші бір күнәһар пенденің көкірек тұсына барып, 4 тәкбірден тұратын жаназа оқимыз. Өзіміздікі жетеді, 40 есекке жүк болатын да. Бірақ тағы да бір пенде дүниеден өтіп, мәйттің сап болып тұрып, сол жерде Аллахуммағфирли хаййина мәйетина деп осы дұғада оқимыз. Тірімізді де өлімізді Құдай Алла кешіре көр. Соның ішінде жақсылығы болса асыра көр, жамандығы болса Алла өзің мейір рахметіңмен кешіріп жасыра көр деп Алладан тілейміз. Міне тура сол секілді қалыс сырттың дұғасы. Мәшһүр жүсіп сияқты арнайын айтып қойған. Сен қонағын жібергенсің, мен күтіп ала беремін. Мен де бір саған бір қонақ жіберіп, сен күтіп алсайшы депті. Дұрыстап күтіп алды. Тура сол секілді бір заман кейілді. Мәлике деген патшайым бопты. Сөйтіп, ол өзі бір сымбатты, сәулетті кәдімгі. Оның үстіне билігін барлығы 4 жағы түгел боп тұрған, ақылдан, адамгершіліктен, хадистерден, құндылықтардан бір 1000 сұрақ дайындапты да, осыған жауап берген адамға осы мен осы басыбайлы тұрмысқа шығам деп бұға. Сөйтсе сол елдің ішінен Әбілда деген, Абдулла ғой бұл айтқан, Әбілда деген 1000 сұрақтың бәріне жауап беріпті ғой. Сөйткен екен, оған тәнті болып, тура сол шекілді бүкіл патшалығы, байлығымен, басқасымен сол Әбілдаға Құдай қосқан жар болыпты. Сол 1000 сұрақтың ішіндегі біреуін ерекше тоқталады жаңаның ішінде. Сонда сұрақ қойыпты Әбілдаға. Мынау шыққан жерінен қайтып кірмейтін, қайтпайтын нәрсе не депті ғой. Сонда сұрақтың жауабы жаман сөз депті. Жаман сөз, сөз шыққаннан кейін ол кетті. Айтылған сөз атылған оқ. Ол қайтып орнына келмейді. Тура сол секілді. Алғыс та сондай, қарғыс та сондай. Алғыстың арқасында бата да жатыр, дұға да жатыр, барлығы жатыр. Шынай. Ал енді қатты нала болып, қарғыс кеткенен өтіп кетеді. Соған дұға дарыған дейді. Дұға дарығаннан кейін сол жаңағы 1-2 болады. Құдай еселейді, берекесін арттырады. Ал енді дуаның төресі жоғарыда айтып кеттік. Намаз, шариғат тілімен айтқанда, Алла бетін аулақ қылсын, қарғыстың болғанның ең несі Алланың лағнетіне ұшыраған сайтан, Әзәзіл ғой. Тура сол секілді. Ешқашан адам жалпы жаманшылыққа қимайды. Бірақ соған қиып жіберетіндей жағдайларға мәжбүрлеп тұратын болса, Алла оның бетін аулақ қылсын. Сонда дұға деп отырғанымыз, жалпы мен түсінгенім әңгіменің төрігінде бұл Құдайға деген бір жақындық болып тұр ғой. Жаңағы Құранда аят бар, күре тамырынан да жақын дейді ғой. Күре тамырынан да жақын. Соны сезіну. Соның үшін айтып отырмын ғой, жаңағы әп-сәтте, азғантай кезде осы Алладан тілеп қал. Дүние тірлік, сенің нәрсең бәрі арқаңда қалып кету керек сен. Сонда дұғаны адам жасай, әсіресе қария кезінде жасап, ақырында сол ихсанға, яғни Құдай тағаланы көріп тұрғандай, қол көрмесе де Құдай сені көретін дегендей. Сондай сенімде, сондай ықыласта, сондай пейілде кәдімгі ешқандай күмәнсіз құлшылық жасау. Мына сөзіңізді бөлейін. Әрбір жақсы амалдардың асыл түбі иманнан, иланудан тұрады депті Ыбырай Алтынсарин бабамызда. Сөйтетті, иманнан бұрын намаз, ораза мәнісін үйретіп, мұсылман етем деуші кісі негізі оныкі күнәһарлық депті. Енді бірі ғана қарағанда, бірінші иманда, бұл педагог қой, ағартушы. Иманды жақсылап, тұрақтап алып тұр, пісіріп ал деп тұр ғой. Иманның орны осы жерде. Осы көкірегіңнің тазалығы, шынайылығы, көрмей білмей жетін нәрсеге сенуің, сенде күмәнді нәрсенің барлығын қалма. Онан кейін барып амалдарға өту. Біз жаңағы ораза болып қапты, тәрәбіге барып тұрса, кейін Құда қаласа Алла инсап берсе, кейін ары жағы жақсы мұсылман болып кетеді ғой. Намазға да кеп қалады ендігі жылдар дейміз де. Оразаның кезінде оразахандар көбейеді. Мына алдымызда Рамазан айы келе жатыр ғой. Рамазанның кезінде тарабыға керемет әдемі киініп, жуынып, тазаланып, аузашардан қалмастан осындай орта болады да. Рамазан айы біткеннен кейін қайтадан оны тастап қоя салады. Сол базбаяғы дуаннан таяу өзінің несіне түсіп алады да қалады. Көрдіңіз бе? Сол секілді.
Ыбырай атамыз айтып тұр, ол педагогтың тілімен айтқанда тәрбиенің алғашқы бастауында иманында бекем, иманында тас түйнек қылып бекем. Сол иманның ішінде өзіңіздің міне қара шаңырақта да бар, қария абыз ақсақал айтады ғой, әй балам, иманның шарты нешеу? Ойбай, иманның шарты айта беретін жетеу, көрмей білмей. Ал енді ықыластың шарты нешеу дейді ғой. Сонда арқасында отқан молда айтады ғой, ей, ықыласта шарт бола ма екен? Ықыласта болды. Жоқ, сен оған сауатың жетпеді. Иманда шарт болғанда иманда шарт болғанда ықыласта неге шарт болмайды дейді. Тура сол секілді. Ықыластың да шарттары бар, алғы шарттары бар. Ықыласты қалай жасайсың? Ихсан дегеніміздің өзі айтылып тұр ғой. Иман, ислам, ихсан болып тұр. Міне. Иә. Жазып қалды ма? Сонда сөздің аяғы сәке, мынау бір Османлыда болған бір оқиғамен аяқтамақшымын да. Әңгіме осында өтқаным ғой. Жалпы дұға деп отырғанымыз ол мен жаңа түйгенім сол Құдай тағаланың өзінің көріп тұрғандай. Сен оны көрмесең де ол сені көріп тұр ғой деп. Әшейінде осы тікелей эфирге кіре-кіреде сол адамдар қасында отырғандай болады ғой, былай қарағанда, солай емес пе? Біреуге осы хат жаза берсең де ақырында сол адам бір қасында тұрғандай сезінесің ғой. Сонда адам өзі дұға жасай, Алла тағаламен байланысты болып, есіктері ашылып, Аллаға деген жақындық. Сонда мынау өмірінде дұға жасап өткен адамдар өмірінде бір Алласыз өмір сүрмегендігін байқайды екен де. Бәрекелді. Мынау Османлыда кезінде бір патшасы, сұлтаны. Елде бір қарақшылар көбейіп кеткен екен. Бір қарақшылар пайда болып тұр, бір топ мафия дегіш бір. Өз бір өте бір қабілетті қарақшылар екен жаңағы. Ұрылар ғой енді. Жүрген жеріме тонап кетеді екен да. Бау өспелер. Бау өспе ұрылар ғой сол. Сонымен не керек, соны таппапты. Ананың жұмысы ақырында жаңағы сұлтанның өзі шығады, патшаның, Османлы патшасы. Түнде барып соның жалғыз жүрсе, ұрыларға таппапты. Сонымен ұрылар бәрі жиналып, не қасиетің бар десе, мен деп кез келген есікті ашып тастайын деп. Қойып барма. Бір 2 минуттың ішінде кез келген есік қандай не болмасын ол құлпын тарс ашып тастайын. Екіншіден қандай қасиетің бар десе, ой, менің қасиетім ол кез келген дуалға өрмелеп шығып кетемін депті. Кез келген адамдарды шығарып ала аламын, басқандай бір қасиетті. Үшіншісін айтса депті, ол мен ана жақта жаңағындай кірген кезде оны қалай алып шығуын, мына жақта қарауылдар тұрса, соның алдына көрінбей өткізіп жібере аламын депті. Соны әрқайсысы соның қабілеттерін айтқан ғой, мен ананы қыламын, мен мынаны қыламын деп. Ең соңында жаңа патшаға келіп, сен де енді келіп отырғансың, жаңадан келдің бе? Жаңадан келдім. Сенің не қасиетің бар депті. Жиналып отыр ғой жан жақтан. Кілең мафиялар жиналып отыр ғой, жаңа бау өспелер. Менің қасиетім депті, былай қарап басын бұрсам, көп адамдардың бастары домалап кетеді депті. Былай қарап басын бұрсам, көп адамдардың басы орнында қалады депті. Олар түсінбей, ай, мынау да бір бұл да бір өнер екен ғой депті. Бірақ түсінбеген енді. Не өнер ол деп. Солай деп бастар домалап кетеді, былай келсе басы домалайды. Былай қалсам бастар орнында қалады депті. Көп адам басы орнында қалады. Бұл да бір қасиет екен деп. Соның барып бірге не тонаймыз десе, патшаның қазынасын тонайық депті. Болды деп. Соны барып, біреу есігін ашқан, біреу дуалын секірген, басқа қалған, сонымен жаңа біреу қарауылдан көрсетпей алып шыққан. Сөйтіп жаңа қазынаның алтындарын қаптап алып шығып кетіп қаптады. Соны жерде сыртқа шығып, бөлісіп жан-жаққа тарап, пәлен күн жолға кетіп кетіп қаптады. Соны ертең патша жаңа біледі ғой бәрін, адресін біледі ғой. Бәрін ұстатып алып кетті. Алдын алып кетті. Сонымен аналар өстеп қараса, түнде ғой енді, түнде тонаған ғой. Мынау кешегі өнер адамға ұқсайды ғой депті. Біреуіне қарап, сөйтсе айтпақшы, біреуінің не екен айтпақшы. Түнде көрген адамды депті, күндіз жаңылпай танитын менің қасиетім. Бір көрді ме болды депті. Ол түн күндіз деймін қызым, бір жылт етті ме болды. Есім сақтаймын депті. Содан сұраса, ана қасиеті бар ғой, қабілеті бар ғой. Мынау деп, ана адам ғой депті.
жаңағы бастары домалайтын бар емес пе, сол адамға айтып. Сол ана жерде анау бар, мынаусы бар, былайша айтқанда бәрі ұсталып қалып, мойындап, ана алтындарын әкеліп, бәрін тапсырып, не істейміз дегенде, бұлар ана жақ уәзірлер айтты, дарға асамыз депті. Дарға асып, бәрін дардың алдына әкеп қойыпты да. Сонда жаңағы аналар түнде танып тұрған адам, бұны танып тұрған енді, патшаға қарап, енді сенің кезегің енді келді депті да. Сенің кезегің мынау басыңды солға емес, оңға қарап бұратын кезегің келді депті. Сен аман басың былай қалса аман қалай деп тұр ғой бәрі. Былай кетсе басың кетеді. Саған көрсеттім деп тұр ғой, дұрыс. Былай басың кетсе басы кетеді да. Былай қылса анау ишарат қой бәрі енді. Кілең айналасындағы нелер, бас кеселердің ишаратымен істейді ғой. Сонда енді сенің кезегің келді, оңға қарай бұратын басың депті. Сен бізбен бірге болдың ғой деп. Сонда бұл сопылықта, бұл жаңа Османлыда бұл үлкен бір адамның жанын бір түршіктіретін бір оқиға ретінде, бұл өте бір ғибратты оқиға ретінде бұл қабылданады да сопылықта да. Айтады да, біз мына өмірде не істесек те бізді Құдай көрді ғой дейді да. Иә. Қасымызда болды ғой дейді. Не жасырасың? Барды бар. Иә. Барды бар деп, жоқты жоқ деп, не күнә жасадым, басқа адамдар оны көрген жоқ дейді. Бірақ менің қасымда Алла тағала болды ғой дейді. Соны көрді ғой дейді, ұрсат берді ғой дейді. Жаңағы турк патша сияқты дейді. Сонда дейді, жаңағыда айтады. Ей Алла тағала, иә рас мен күнә жасадым, ұрлық жасадым, арақ та іштім. Бірақ сен менің қасымда болдың ғой деп. Сен күре тамырынан маған жақынсың ғой. Қияметте де. Солай ғой. Ей Алла тағалам, енді сенің мен бүкіл өнерімді бәрін көрсеттім. Күнә жасап, түрлі күнәлар жасадым. Енді сенің өзің өнерін көрсететін уақыт келді. Басыңды оңға бұратын уақыты келді деп жаңағыдай сөйтіп айтады дегенде, ей Алла тағалам, басының оңға бұрған секілді патшаның, сен де кештім десең болды ғой деп айтады дегенде. Жаздым, жаңылдым, міне барым, нарым, ештемені бүкпедім, жасырмадым. Бірақ енді мейірімің шексіз ғой. Істегенде қасымда тұр едің ғой дейді. Істегенде бәрін қасымда тұр едің ғой дейді. Өзің істеттірген, соны жаратпасаң, оны істей алмайын ғой дейді. Керемет әңгіме екен. Мінекей дұға деген негізі түбі сол деп ғой деймін да, жаңа Алланың құзырына барған уақытта, ей Алла тағалам, мұсылман болдық, иә, қажылыққа да, бірақ енді ол күнәдан пенде, ондай бір күнәдан кенде пенде жоқ қой. Әрине. Ол пайғамбарлар, әулиелер бөлек әңгіме. Сондықтан әрқашанда біліп білмей жасап қоямыз. Ендеше сенің кешіретін уақытың кезің келді дейді екен да. Сөйтіп осыны ғибрат айтқанда әулиелер осыны еңіреп отырып жылайды екен жаңағы айтып. Еңіреп жылайды екен. Дұға деген негізінің түйіні менің түсінгенім алтыннан да, жауһардан да, қазынадан да, байлықтан да барлығының әуел басында тұрған теңдессіз, бағасыз, құнсыз дүние ғой. Сондықтан бата, дұға. Енді мына кешегі өтпелі кезеңде сол тілек қой енді түбінде. Ол тілектің барлығын тойда айтады, туған күнде айтады. Біреуге сол бата келіп тұрып, алақан жаюдың орнында стакан ұстауға өтіп кетті ғой. Стакан ұстап, сөйтіп айтпаса, тосқа айналып кетті. Сөйтіп, о да жақсы тілек, жақсы сөздер, не деген керемет сөздер айтып жатыр. Шіркін-ай, сол жерде алақан жайып тұрып, Алла деп, Аллаға қарай арналып тұрып, бағышталып тұрып, осының өмірін ұзақ қыла көр, денін сау қыла көр, бергеннің Алла бергенін берекесін бере көр деп, анандай тілесе, онан да бетер артып жатады ғой. Берекесі еселеніп жатады иншалла. Күнә жасап тұрып жасалған біреуге жақсылық тілеген бата, ол бата емес бұл. Ол теріс бата болады. Теріс бата болады. Одан бетін аулақ қылсын. Біздің тойымызда сол батаға лайық, адалға лайық болсын. Басын жақсы батамен жасап жатырмыз қазір тойларды. Бірақ жаңа арқа жағында басқа баталар кетіп қалып жатыр да. Соның үшін мұндайдан сақ болу керек. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Аман болайық.